Егер де 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Футболшылар сыпайылық дегенді ұмытса және өздерінің шынайы келбетін танытса. Бұл чемпиондар шоуы. Бұл менің жылым. Афкон кубогын мен жеңдім. Жоқ, олай емес мүлдем. Трофейімді әкеліңіз. Жоқ, өзің әкел. Форза, Шотландия. Араларыңда клубтағы жағдай жайлы әңгімелескісі келетіндер бар ма? Кім бар? Жоқ. Бұйылғы трофеймен не істейтінімді көргілерің келсе сәл күте тұрыңдар. Сонымен, не болып қалды? Месси әлем чемпиондары немесе әлдекімдердің құрметіне болмайтын бір кешкі ас ұйымдастырып жатыр. Ал мені шақырмаған, себебі Португалия мұны жеңбепті. Айтқым келгені, олар көрермендерге билет сатуда. Біреуін сатып алалар едіңіз. Не? Жанкүйер сияқты ма? О, ешкіні қара. Фу, енең дұрайын. Қойшыш болды ғой. Ойбай-ай, қабылдаушыны күтіп отырғаныма шамамен 17 сағат. О, ашылды о терезесі. Кезекке тұра аласыз ба? Е. Құттықтаймын, алдыңызда кезекте миллион адам бар. Не? Бұл қалай болғаны? Тұрақты кезекті өткізіп жіберу үшін $45,000 төлейсіз бе? $45,000 қанша тұрады? Құттықтаймын, енді сіз VIP жандар кезегіндесіз. Билет сату кассасы жабылды. Ақша үшін рахмет, ақмақ. Не? Мұна боқпен істеспеуім керек еді. Тарихтағы ең ұлы ойыншымын. Жоқ, ол Месси? Окей, тоңқ айтқаным бар. Қазір бәрінің айтатыны ақша, ақша. Не болып қалды, Тио? Испания бөлмесі жанынан еңіреп өткеніңді естедік қой. Жаңа ғана түсіндім, футбол бүлініпті әбден. Білмеймін, өзім уақытты әдемі өткізіп жүрмін. Голдар салам, трофей жеңем, туған күніме керемет сауық кешін жасайым. Сондай пәк бейкүні Арманға байламейін. Оян, қазыңды қумай. Біз сүйген мына ойында ақша әбден ластаған. Мано, нағыз миллиардер емессің бе? Мәселе менде емес, мәселе адамдарда. Осы сәттен бастап мен Криштиану Роналду. Мені игнор етпейтін футболдағы элитаризммен күресуге ант ішкен халықтың адамы болам. Екеуміз әлгі кешкі асқа барамыз. Менде шақырту бар. Испания кубок жеңген. Әкел бері. Ұмыт, өзім құтқарам футболда. Құдайым-ау, мынау Орландо Ситидің болашақ аңызы Антуан Гризман ғой. Бұл әлгі 2018-дік емес пе? Олы жыл болды. Ал мен 2022-де өздерін бөтелкені толтырып бергенді таңдарайым. Біздің кезде тек 3 ғана ойыншы алмасымы мен шашыңның жартысын ғана қиюға болатын. Окей, сені төсегіңе жатқызайық, ата-баба. Әлемді жалғыз Роналду болған кезге бір сәт оралу жағымда әсер етті. Менде бәрі дұрыс. Тіпті сезбедім де. Тәнім мұншалықты жасармапты. Назар аударайық. Чемпиондар кешкасына келгендеріңе рахмет. Мерчтерге толы біздің дүкенге зер салып қойыңдар. Және ұмытпаңдар, барлық саудаға салық салынбаған. Егер ешкім сұрамаса әрине. Шайсе, мұнаның бейшара түрін 2014-тен бері алғаш көруім. Ой. Назар сал, футбол элитасы. Осы кешке шақырту алмағандардың барлығының атынан сөйлеп тұр. Футбол барлық үшін болу керек. Биліктегілер Роналдудың сауық кешіне банын алып тастауды шешті. Себебі ол шараның коммерциялық табысы үшін өте маңызды. Жақсы, қанағаттандым. Ережеше, не алдыңдар? Түріш керек. Ереже. Агрессивті қылық үшін 3 матчқа шектеу бұл ереже. Ал Криштиану үшін бұл ұсыныс. Мұның барлығы қайтадан кэш крапты еске салады. Кеттік үйгеніз, теледидардан көре салайық. Роналдудың басы бөлменің кеңістігін тарылтып ет, тымырсық орнады. Егер ол қалса, біреу мұнда кету керек. Біреуді ойынға қосатын уақыт келгендей. Қайсысың? Ойын